Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен тағы да мынандай орхидея сатып алдым. Скидка менен 1500 теңгеге сатып алдым. Осыны енді топырағын ауыстырамыз қазір. Бірге ашып көрейік. Таяғын алып тастайын. Корневой системасы вроде жақсы міне. Жап-жасыл болып, әп-әдемі болып тұр. Гүлі міне мынандай гүлі тұр, мынандай кішкене ашық сиреневый гүл дейді ғой деймін. Тамырына қарап алдым. Мына жерде кішкене жапырақ шығарып келе жатыр міне. Қараңыздар, міне тамыр өте жақсы состояниеде. Ешқандай тамыр қурамаған, шірімеген. Бәрі жақсы. Міне торфяной стаканчигі бар екен. Оны алып тастаймыз. Губка. Шөлдеп тұр. Алдын суғарып алуым керек еді. Оған бүгін отырғызуға ыңғай келіп тұр. Содан кейін отырғызып алайын деп тұрмын. Мынандай қураған жапырақтарын алып тастаймыз. Қураған цветоностарын алып тастаймын қазір. Қайшымды перекиспен обработать етіп. Мінекей алып тастадым. Қалған бәрі тап-таза. Қазір енді мен бұны менде циркон ғана бар екен, сол цирконға салып қоямын қазір. Мінекей 1 литр қайнаған суды дайындап алдым. Мынау жылы, аса салқын қылмаймыз. Циркон. 1 литрға 2 капля қосамын. Енді осыған 20 минут, 30 минут осыған салып қоям. Кішкене тамыры. Стимулятор роста кішкене көмектеседі. Бұл пока тұрғанша алдыңғы орхидеяларымды көрсете салайын сіздерге. Бұларды алдын тоже скидка менен 1000 теңгеден алғам. Алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер. Отырғызған бәрін көрсеткен. Мынандай ортасында шіріген нелерін жұлып тастаған болатынбыз. Міне енді жаңа жапырақ шығарып келе жатыр. Міне. Осы да, мына екіншісі де міне. Жаңа жапырақ беріп жатыр. Екеуі де шөлдеп тұр. Қазір тоже осы циркон менен бұларды да суға салып аламын. Сосын алдыңғы видеомда мына бір орхидеямды тамыры шіріп, жаңағы гной болған, соны неге керамзитке отырғызған болатынмын. Енді 1-2 күннен кейін қарасам, кәдімгі тамыры шіріп кетті прям. Оны алдымда мен тамырын алып тастап, былай мынаны суға төңкеріп, жапырағымен салып қойдым. Оны түсірмедім енді. Өйткені не түгеде уақыт болмады. Сонымен енді білмеймін, осыдан тамыр шығара ма, шығармай ма білмеймін. Бұны жыр бітпейтін орхидея болды бұл. Шаршатты былайша айтқанда. Енді осылай салып қойдым. Осылай да ютубтан қарасам, осылай да тамыр шығарады. Мына екіншісі міне керамзитте тұр.
буның жагдайы вроде жакшы, міне тамыры көгөрүп. Баста негизи осулай турган го, осулай турганда тийиспеуим керек эди. Сол мохко отургузгандан кийин мох что-то жакпады буларга. Мох тамырларын ширтип жиберди. Сол енді осылай тұр, енді ары қарай көреміз жағдайын. Мінекей достар, мыналар міне 20 минут тұрды. Жаңағы кішкентай реанимашкаларымды да осы цирконға салып алдым. Антистресс қой, енді бұлар стресс алған гүлдерге стресс ала бермесін деп қолданады цирконды. Мен қайтадан мынау өзім суына салып қоямын. Осылай тұрсын. Гүлімізді. Қараңыздаршы, тамыры күшті, прям жап-жасыл міне. Әп-әдемі болып су ішіп алды. Қазір енді топырағын міне дайындап қойғанмын. Енді қара, керамзит, мох және древесный уголь. Үшеуін дайындап қойғам. Өзінің горшогы бірдей екен. Аяро. Кішкене астына. Тамыр симай тұрды. Майдаларын салып жүрміз. Орхидея гүлін өте жақсы көремді. Мына гүлдеп тұрған состояниясы күшті гүлдер, ол қымбат. Ең арзаны 4,5 мың сондайдан. Ол маған үйде отырған анамын ғой, мен декреттемін, ол маған қымбат. Сол үшін осылайына магазиндерді қарап жүрем. Скидкамен мына гүлдер біткен, кішкене соңғы гүлдерді осылай 1000 теңге, 1500 теңгеден арзанға сатады. Соларды қарап жүрем. Тамырларын зақымдамай, ақырындап. Осы орхидеяның коллекциясын жинағым келеді. Менде қазір мынау реанимашкаларымды есептемегенде үшеу менен міне 4 гүл болды. Қазір состояниялар жақсы. Енді аналар өсеме, өспейме ол белгісіз. Өсіп жатса жақсы, әрине, өспесе енді көреміз. Әдемілеп отырғызып алдым. Міне тамырлары көрініп тұрады. Шөлдеген кезде осы тамырларына қарап суғара береміз. Енді бүгінгі жұмысым осы болды менің. Қазір енді қалған цирконға мына гүлдерімді де осылай суғарып аламын. Мен мына гүлдерімді де ары қарай бақылайтын боламын. Ал достар, енді менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, назарларыңызға рахмет үлкен. Менің видеоларымды көріп, пікір жазып, жақсы лебіз танытып жатқандарыңызға үлкен рахмет. Каналыма тіркеліп жатқандарыңызға үлкен рахмет айтам. Алғысым шексіз. Баршаңызға жақсылық тілеймін, амандық тілеймін. Ал енді келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Рахмет.